Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен жаңа бөлімге тоқталамыз. 13-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан. Ал сабақтың тақырыбы Моңғол империясының құрылуы. Оқушылар дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Моңғолдар мемлекеттік деңгейге қалай жетті? Сабақтың мақсаты: жасақ заңдар жинағы мен өзге де деректерден мемлекетке тән негізгі белгілерді анықтап, моңғол мемлекетінің болғанын дәлелдеу. Көшпенділердің Шыңғыс хан тұсындағы әскери өнерде жеткен жетістіктерін сипаттау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ерте орта ғасыр кезінде орталық Азияда орын алған саяси үдерістерді, Ұлы Жібек жолының орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени өміріне әсерін, ерте түрік халықтарының материалдық және рухани мәдениетін. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, Моңғол империясының құрылуына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Бір 1206 жылға дейін Шыңғыс хан тарих сахнасына шықпай тұрып, Моңғолия даласында түрік және моңғол этно-саяси бірлестіктері өмір сүрді. Ол кезде Моңғолияның батысында наймандар, орталық Моңғолияда керейттер, Селенгі өзенінің бойында жалайырлар мен меркіттер, Онон, Керулен өзендері бойында моңғол тайпалары, Қытай қорғанының маңында татарлар, Ертіс өзенінің орта ағысынан оңтүстікке қарай қыпшақтар, Сарыарқадан Сырдарияға қарай қаңлылар, Жетісу мен Мауреннахрға қарай қарлұқтар, солтүстігінде қырғыздар өмір сүрді. Түрік қағанаты құлағаннан кейін бұл тайпалық бірлестіктер бір-біріне үздіксіз шабуылдар ұйымдастырумен болды. Міне осындай кезеңде Қият Бөржігін әулетінен шыққан Темучин өзінің ерен ерлігімен тарих сахнасына шықты. Темучин моңғол елінің атақты билеушісі, ру басшысы Есугей батырдың отбасында 1155 жылы дүниеге келген. 1203-1205 жылдары керейттерді, наймандар мен меркіттерді талқандап, татар-моңғол тайпаларының басын біріктіріп, халық алдында абырой жинаған Темучин 1206 жылы көктемде моңғол көсемдерінің құрылтайында бір ауыздан моңғолдардың әміршісі, ұлы ханы болып сайланып, Шыңғыс хан деген лауазымды атқа ие болды. Шыңғыс хан түркі-моңғол тілдерінде көктен жаралған деген ұғымды білдіреді. Осылайша орталық Азияда ұлы Шыңғыс хан мемлекеті құрылды. Шыңғыс хан мемлекетті басқару құрылымы бойынша 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлді. Олар оң қанат Барунғар, сол қанат Жоңғар және орталық қанат Кул. Әр аймақ бірнеше түменнен тұрды. Әскердің жалпы саны 95 түменнен болды. 10.000 әскер түмен болып есептелді. Оны түмен басы басқарды. Түмен мыңдыққа бөлінді. Мыңдық 1000 әскерден тұрды. Оны 1000 басы басқарды. Мыңдық жүздікке бөлінді. Жүздікте 100 әскер болды. Оны 100 басы басқарды. Жүздік ондыққа бөлінді. Ондықта 10 әскер болды. Оны 10 басы басқарды. Мемлекеттің басты заңы жасақ, яса деп аталды. Жасақ 2 бөлімнен, яғни Шыңғыс қағанның нақыл сөздерінен және ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Жасақ әскери және азаматтық заңдардан құралған. Шыңғыс ханның өзі заңды берік ұстанған және қол астындағы халқы мен мұрагерлеріне заңға бағынудың үлгісі бола білген. Жасақ заңы бойынша өзін-өзі хан деп жариялаған, майданнан қашқан, сатқындық, ұрлық жасаған, жалған куәлік берген, үлкенге құрмет көрсетпегендер өлім жазасына тартылды. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар.
Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тірек сөздермен таныс болдыңыздар, ал енді тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма жылдарды оқиғалармен сәйкестендіру керексіздер. Оқушылар, егер бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма оқушылар сұрақтар берілген, осы сұрақтарға жауап беру керексіздер. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.